Hello everyone. Сіздермен бірге ағылшын тілі маманы Маржан. Санаулы күндерден кейін бізде back to school time болмақ. Яғни біз мектепке қайта ораламыз. School is tomorrow. Және осыған орай бүгінгі видеода мектеп құралдарын, мектеп жабдықтарын еске алсақ деп едім. Ағылшын тілі сабағына дайын болып барайық, иә? Және видеоны соңына дейін көретін болсаңыз, соңында қысқаша тест болады. Ендеше, let's get started. The first thing we need to go to school is our bag, yeah? Яғни бізге ең алғаш мектепке бару үшін не қажет? Ол әрине сөмке. Сөмкені сіз 3 түрлі айта аласыз. Ең алдымен жай ғана bag, немесе school bag. Және егер де сіз рюкзак, яғни арқа сөмкесі тағатын болсаңыз, ендеше оны backpack деп айтады. Backpack, яғни bag деген ол біздің арқамыз, pack деген қаптама, яғни арқа сөмкесі, арқа қабы. Backpack. The next thing in our bag is our book, yeah? Maybe books. Яғни біздің сөмкеде жататын келесі затымыз, ол біздің кітабымыз, немесе кітаптарымыз, yeah? Book, a book, or books. Яғни бір немесе бірнеше сөмке. A book, or books. Келесі осы book сөзінен шығатын сөзіміз ол copybook. Copybook дегеніміз ол, yeah, дәптер. And also maybe we need a notebook. Яғни бұл жазба дәптері, блокнот, yeah, notebook. Біз қолданатын, яғни ноутбукпен шатастырмаңыздар, иә? Ноутбук сөзіне біз кішкенеден кейін тағы да келетін боламыз. So the next thing is our pencil case. Яғни pencil және case деген екі сөзден құралған. Pencil қарындаш және case деген ол қаптама. Яғни біздің қаламсауытымыз, немесе орысша айтатын болсақ, пенал. Pencil case. So what can you find in our pencil cases? Біздің пеналдарымыздың ішінде әдетте не жатады? The main thing is a pen. Негізгі затымыз қалам, яғни pen, қаламсап, pen. The next is pencil. Қарындаш. The next is ruler, ruler. Сызғыш. Next is rubber. Яғни өшіргіш, немесе бұны eraser деп те айтуға болады. And the next thing is sharpener. Яғни бұл sharp деген ұштау, sharpener ұштағыш. Ал егер де сіз бастауыш сыныптың оқушысы болсаңыз, сізге түрлі түсті қарындаштар қажет болады. Оны біз colored pencils, яғни түрлі түсті қарындаштар. Maybe you need a marker. Яғни маркер де керек болады. And also maybe a highlighter. Яғни highlighter қажетті, маңызды сөздердің астын түртіп, ерекшелеп, бояп қою үшін highlighter керек болуы мүмкін. Яғни әдетте біздің пеналымызда осы заттар жатады. Ал егер де мен қандай да бір заттарды ұмытқан болсам, комментарийге жаза кетсеңіз болады. Енді мектеп жабдықтарына көшейік. By the way, айтпақшы, мен бағанағы айтқан ноутбук жайында ұмытып бара жаттым. Яғни бізге қажетті технология, ол ноутбук. Оны ноутбук негізі ағылшынша ол блокнот, жазба дәптері. Ал кәдімгі ноутбук, компьютер техниканы, оны лаптоп деп айтамыз. Okay, so then, енді мектеп жабдықтарына көшейік. Ең алдымен мектеп дегенде еске түсетін жабдық, ол бізде парта, a desk. Келесі зат ол әрине бізде тақта. Тақтаның екі түрлісі болады. Бормен жазатын қоңыр, жасыл, басқа да түсті тақталарды blackboard деп айтамыз. Немесе chalkboard, яғни chalk деген бізде бор. Chalkboard, яғни бормен жазатын тақта. Ал егер де сіздерде маркермен жазатын ақ тақта болса, ендеше сіз оны whiteboard деп айтасыз, окей? Келесі зат бізде орындықтар, Chairs.
Келесі бізде сыныптағы заттар, ол әрине window. Can you open the window? деп айтатын болса, сіз ол терезені ашып жіберші, иә? Or can you close the door? Can you close the door? Door ол бізде есік. Door, есік. Close жабу, open ашу, иә? Енді осы видеода айтылған барлық мектеп құралдарының ішінде қайсы сенің есіңде қалды? Соның барлығын бір қайталап жіберейік. I'm so proud of you. Жарайсыздар. Егер де сізге осындай форматтағы қарапайым видеолар ұнаса, Back to School Part 2, яғни екінші бөлімін түсіремін. Ол жерде біз мектептің ішінде ағылшын тілі сабағында айтылатын ең басты фразалар мен сөздер, сөйлемдерді қайталайтын боламыз. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, өз ойыңызбен бөлісіңіз, және де мектепке дайындалып жатқан барлық достарыңызбен share жасап бөлісіңіз. Олар да мектепке ағылшын тілі сабағына біраз болса да дайындалып барсын. I hope this video was useful for you. See you next time.